Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаудың тақырыбы. Қайырлы күн. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Жамбыл облысы Шу ауданындағы Шатыркөл оңтүстік құм қиыршық тас қоспасының кен орнының қоршаған ортаға әсер ету нормативтік құжаттарына рұқсат алу. Бастамашыл топ Стандарт Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестік жобалаушы ЭККС жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай-ақ қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып, ЭККС жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымының өкілі Есімбекова Гүлсім Құдайберген қызын сайлауды ұсынамын. Соған дауыс берсеңіздер. Қарсы, қалыс жоқ. Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдауларды өткізу үшін регламентті бекітіп алуымыз керек. Бірінші, баяндамашылардың баяндамаларына 5 минут. Екінші, баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Оған жауап беру үшін 10 минут. Үшінші, қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығаруға 2 минут. Осы регламентпен келіссек, тағы да дауыс берсеңіздер. Қарсы, қалыс жоқ. Ендігі сөз кезегін баяндамашы ЭККС жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымының өкілі Есімбекова Гүлсім Құдайберген қызына сөз кезегін берейік. Сізге рахмет. Біздің қоғамдық тыңдауымыз біздің Қазақстан Республикасының экология кодексінің 78-ші бабымен 2-ші тармақ 73-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларында бекітілген. Қоғамдық тыңдаулардың бүгінгі жоғарыда көрсетілген экология кодекстің 78-ші бабының 2-ші тармағында ашық жиналыстар нысанды қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібінің барлық тармақтарына сәйкес орындалып отыр. Ол қазір біз бәріміз ашық түрде жиналыста талқылап отырмыз. Осының тәртібі бірінші хабарландыру беріледі. Хабарландыру осы жерде әкімшіліктің алдында біліп тұрды, содан кейін газетке берілді және де теледидарда жүгіртпе жолдарында жүріп отырды. Енді бұл қоғамдық тыңдаудың қазір алдында айтып өтті төраға. Бұл тақырыбы Жамбыл облысы Шу ауданының Шатыркөл оңтүстік құм қиыршық тас қоспасының кен орнының қоршаған ортаға әсер ету нормативтік құжаттарына рұқсат алу. Бұл қазіргі нысанның орналасқан жері осы Шу ауданында Бірлікстем ауылының солтүстік шығысқа қарай 10 километр және де Шу қаласынан шығысқа қарай 16 километр арақашықтықта орналасқан. Кен өндіруге арналған жер телімінің ауданы 23,83 гектарды құрайды. Бұл жерге кен орнына ең жақын елді мекен осы Бірлікстем ауылы. Ол Бірлікстем ауылының орналасқан жері 9600 метр арақашықтықты құрайды. Карьер өндіріс процесіне мынандай жұмыстар кіреді. Ол жерде бірінші ашу жұмыстары, топырақтың үстіңгі қабатын алады. Ол жаңағы алынған қабаттың несі алынып, басқа жерге жиналады да, кейін сол қабатты несін орнын толтыру кезінде қолданатын болады. Бірден түсіндіріп айтып кетейін. Оның кейін құм мен қиыршық тас қоспасын алады. Ол сол алынған материалды кейін тиейді, я болмаса қойма ретінде, я болмаса уақытша қойма ретінде қойма болады. Сол алаңшаларға барып тасымалдап жүргізу жұмыстарын осы процестер кіреді. Осы бірінші жұмыстарды, ашылған жұмыстарды алып отыратын техникалар бізде ол бульдозер және де экскаватор. Экскаватор бізде шөміш бар. Ол шөміштің өзінің көлемі бар. 1,6 текше метр құрайды. Ашылған жұмыстарды барлық кен орнында
кезеңінде жұмыс істеп тұрады, алу көзделеді. Пайдалы қазбаларды өндіру құм қиыр қоспасы 2026 мен 27 жылдары 100 мың текше метрге өзгертілген, ұлғайтылған. Ол тәулігіне 416 метр текше метр болып есептеледі, тәулікпен есептейтін болсақ. Ал 28 жылы бізде 80 мың текше метрге төмен түседі. Ол тәулігіне 330 текше метр болып есептелінеді. Ашу жұмыстары бойынша 26-27 жылдары біздің жаңағы орысша айтайын, бәрі түсінікті болсын, скрышамыз жаңа 20 мың текше метрді құрайды. Ал жаңағы 28 жылда қазба өндіру жұмысының 80 мың болғандықтан жаңағы скрышамыз 28 жыл 16 мың текше метр болады. Жұмыс күнделікті бір ауысымды болады, ол 8 сағаттық болады. Ал жылдық жұмыс күні 250 жұмыс күні болып есептелініп отыр. Келісімшарт бойынша кен орнында қызмет ету мерзімі 2038 жылға дейін. Ол өзінің контракт бойынша берілген уақытысы. Кен орнын игеру кезінде бізде жару жұмыстары, жұмыс бұрғылау орындарының жүргізілетін жұмыстардың үздіксіз жүріп отырады. Жоба бойынша ауаны ластау, құм және қиыршық тас қоспасын өндіру кезінде, тасымалдау, сақтау кездерінде 13 ластаушы заттар бөлінетін болады. Ол 13 ластаушы заттың жылына құрайды бізде 4,354 тонна көлемінде деп біз есептеп отырмыз. Сумен қамтамасыз ету жерде су құбыры жүргізілмегендіктен, су жабдықтау көзі, мысалы шаруашылық, адамдарды күнделікті пайдалану, өндірістік сумен жабдықтау, сырттан тасымалдау негізінде көзделіп отыр екен. Бәрін суды сырттан алып келіп отырады, өздерінің көліктерімен. Тұрмыстық ағынды сулар су өткізбейтін бетон шұңқырларға ағызылады. Олар толғаннан кейін келісімшартпен көрсетілгендей өзінің нелер бар ғой, мекемелер бар ғой, солардың машиналарымен тазарту үшін кәріз көлігімен ең жақын тазарту қондырғысына тасымалданады. Кен орны суды қорғау аймақтарымен белдеулерінен тыс жерде орналасқан. Ол жерде су ағып жатқан жоқ, және де су көз орындары жоқ ол жерде. Кен орны жұмыс жасау процесінде мынандай қалдықтар түзіледі. Жаңағы ашылған жыныстар 32 тонна мөлшерінде, қатты тұрмыстық қалдықтар 0,675 тонна ретінде есептеп отырмыз. Ал техникалық қызмет көрсету қалдықтар және тұрмыстық қалдықтар олар шамалы, олардың орын шыққан қалдықтар заңнамаға сәйкес жиналады және қайтадан өңдеуге беріледі. Арнайы мекемелерге өткізіледі. Ол жаңағы техникалық бізде аккумулятор дейді, соның кейінгі шиналары, одан кейін қатты тұрмыстық қалдықтардың бәрі олар жиналады да арнайы мекемелерге өткізіледі. Менің осы қысқаша баяндамам осы баяндама бойынша, осы не бойынша сіздерден қазір ұсыныстар, сұрақтар болса, мен сіздерді тыңдап тұрмын. Жауап беремін сұрақтарыңызға. Foto сұрақ қойды, да? Ұмытып қалдым. Сен сөз жұмыс істедің ғой, сен білесің. Қай пайдалы жағы, қай зиян жағы, Бұйырдағы қандай бізге көмегі бар. егерде руда шығып не қылатын болса, бұйырды. Егерде шатырып кен орын сияқты қазып, рудан өңдеп шығып жататын болса, ол міндетті түрде бізге зияндар болады. Бұл жерде ары кетсе, глубина, айтып бірінші горизонт ары кетсе, менің дұрсамның стреласы 7 метрге дейін жетеді. Ол тем более астымен подушка. Бізде 10 метрге дейін, контракт бойынша 10 метрге дейін. Негізінде 7 метр. Одан төмен қазбайсың ба? Жоқ, бұл екі горизонтта да, бұл енді самый максимум бұл ары кетсе 10 метрге барады. 10 метрге дейін
беті құрақ болады, 10 метр уже азда шылқылдап су болып жатады ол. иә жер асты сулары Жер асты сулары бар шылқылдап. Ол жерде бізге ешқандай зиянды зат болмайды. ол жерден шаң да көп шықпайды. Шам да көп шықпайды. Бізге зиянды зат болмайды. Өйткені мен сөйтіп үшін тұрдым ғой. Енді ана карьерді міндетті түрде зірім жасалады ол енді. Берді көшесі. Жоқ, енді зірім жасалады. Зірім жасалғанда қалай? Зірім жасалды алып кетсе, ол енді бір 500-600 метрге дейін. Жеке толсуын тарап кетеді. Жасалмайды деп тұр ғой. Енді жасалмайды. Енді оны жармайды ғой мысалы. жоқ енді Бурит етеді, бұрғылап не қылады шығарады. жарады. Ол ары кетсе сонда бір 500 метр, 200 жарымда біз оны көрдік. Ары кетсе бір 500 метрге де сол болды, ауа тарап кетеді. Сол жарған сайыстар өту керек. жоқ сіздің фамилияңыз қалай? Кім? сізді мен мына жерге қапқанға келтірдім қазір сіздің фамилияңыз Анда Лемасов осы кісі да. Соның граждан жаны, мынау берген граждан жаны. Сол паспортсан тегістірмейді ғой. жоқ, ол тас-тастаған бұлар қазір емес, ол жаңа кімдер берген Қытайлар алды ғой, өзіміздер. Мына жақта көп қазылып жатқандар бәрі соныкі. Ойпа. біздің Иә, мынада баратқан ана вишка бар ғой баяғыда, тоқтап арақшы вишкалар бар ғой өздері. Сол вишкадан былай түгелдей өзбектер алып баяғыда қазып тастаған. қазір біздің неміз бойынша біз стандарт констракшнның өзінің берілген несі бар ғой жаңа 23 гектар несі ше сол жерге ғана не аламыз. Қалған біреулер жұмыс істеп кеткен жерге біз енді жауап бере алмаймыз шын керек қой. Бәрі солай ойлап қалуы мүмкін да. Сіздер құм қиыршық кәдімгі жолға қолданатын құм қиыршық қазба жұмыстар жүргізіледі. Жаңа ұруда қазбайды бұл кісілердің контрактысы бойынша шығаратын несі жаңа құм қиыршық қоспасы. Айдақында шығарасың. Песчаная гравийная смесь деп қазір сіздер орысша айтады, қазақшасын ешкім түсінбей отыр, түсініп отырмын. ПГС шығады бұл жерден. Бұл жерде жолға қолданылады білесіздер. Сондықтан қазіргі сұрақтарыңыз бар болса, мен бұрынғы жұмыс істеп кеткендер үшін жауап бермеймін, бізде жауап бермейміз. Тағы да қандай ұсыныстарыңыз бар? Теріміздікі, ал енді, жұмыссыздардікі, бізге қандай пайда бар алды? Пайда сіздерге бұл кісілер не төлеп жатқан жоқ па? Салық төлеп жатқан жоқ па? Салықты бұл кісілер кәдімгі... Өкіметтен сіздерге зейнетақының бәрі сол өкіметтен келіп жатқан жоқ па? Осы кісілер... Зейнетақы біздің өзіміздің тапқан ақшамыз ғой? Жоқ, сіздер түсінбейсіздер. Сіздер бюджетке бұл кісілерден салық түспесе, сіздерге зейнетақы ешкім бермейді. Жоқ, біз зейнетақыны өмір бойы жұмыс істедік. Жоқ, түсінбейді. Сіздер қазір бұл кісілерге өздеріңіздің бас пайдаларыңызға не қылып отырсыздар? Ауылға болатын болса, сіздер қазір әкіммен өздеріңіз қалып, бұл кісілермен сөйлесіңіздер. Экология бойынша сұрақ қойыңыздар, жарайды? Экономический сұрақтарыңызды мен сізге жауап беріп шешіп бере алмаймын. Сондықтан мен жаңа басында да айтып кеткен, тағы да айтайын. Жоқ, біз ұқсат бергеннен кейін сіздер қазасыздар, аласыздар, пайдаланасыздар. Бізге пайда жоқ. Қазасыздар, айдаласыздар. Бұл кісілер бүгін ғана келіп, ертең кетіп қалатын адамдар емес. Бұл кісілердің өздерінің контрактысы бар. Бұл кісілер роялти төлеп отыр, бұл кісілер салық төлеп отыр, бұл кісілер жұмыс көзін беріп отыр, жұмысшыларға айлық төлеп отыр. Сіздерді түсініңіздер. Қазір жекеменшік жұмыс істеп жатқан кісілерге ешкім не беріп жатқан жоқ, жеңілдік беріп жатқан жоқ. Қазір салықты білесіздер қалай көтеріп тастаған. Сіздер сондықтан бұл кісілерге қолдау көрсетіп, бұл кісілердің жұмыс істегеніне сіздер кішкене оң көзбен қараңыздар. Жоқ, көзіңіз ашық болғаныңыз түсініп тұрмын. Біздің Қазақстанның салығы барлық мемлекеттерге қарағанда біздікі аз. Аға қазір біз салық бойынша емес, біз қазір регламенттер, мен одан артық неламаймын, сөз жастырмаймын. Қазір не болса, басқа сұрақтарыңыз бар болса экология бойынша, соны қойыңыздар деп жатыр. Сұрақ қойып сіздер. Жаңа 13 ластаушы зат шығат дедіңіз ғой. Сол заттардан қаншалықты зияны бар, егер шығатын болса. Қандай заттар? Оны зиянды заттар кәдімгі кең орын қазған кезде бірінші шаң шығады. Ең несі? Шаңның несі ол танар. Сіздерде аз мөлшерде шығыватқаннан кейін бұл жаққа жетпейді де сіздерге айттым. Сіздердің санитарный защитный зоналарыңыз
жаңағы стандарт констракшн 500 метр. Сондықтан сіздердің біз есептеп бәрін неғайын кезде, жалғыз сіздер емес, көптерді есептеп жүрміз ғой, сіздерге өте аз шығып жатыр. Жаңа айтып отыр ғой, 7 метрден дейінгі жаңа құмшағал қоспасынан шығарған кезде бұл ылғалды болып шығады, одан шаң бөлінуі мүмкін емес. Көбісі жаңағы автотранспорт жұмыс істейді, бульдозер нелер, экскаватор. Содан шығады. Кәдімгі сіздің өзіңіздің машинеңіз бар, көлігіңіз ғой. Тура сондай шығатын затта шығады. Басқа затта шықпайды. Тасымалдағанда шығады. Бізде ауылда өтеді. Тасымалдаған кезде ол тасымалдайтын көлік ол өзінің салығын не қылып жатыр, төлеп жатыр. Тасымалдаған үшін. Жабу керек қой, палаткамен жүру керек қой. Мал жайылып отыр жанына. Мал жеп отырмыз. Оның бәрі қарастырылған ғой. Оның бәрі қарастырылған. Мемлекет тарапынан ол жағының бәріне қарастырылған. Жайылымға қарамайды. Бұл анау шатыр пулмен шатыстырмады. Шатыр пул деген бәленбай километрді қазып жатыр ғой. Ол жақтан ондай зиянды зат көбірек шығады. Бұл жерде ондай емес. Жаңа айттым, бірінші қабатты ғана қазады, тек қана құм алады. 10 метр, иә? Енді анау жаңағы әлеуметтік салаға қатысты қандай көмек береді деген мәселе. Оны бұл кісілерге емес, мердігерлермен сөйлесіп, ол жағын келсем, ол барлық мердігер, ол әлеуметтік мәселені көмектеседі ғой. Сондықтан бұл кісілерді экологиялық мәселеге жаңағы зияндығы жоқ деген несін айтып отыр ғой. Сондықтан бұл кісілерге келіспеушілік жоқ шығар. Енді бұл кісілер зиянды жағы жоқ. Ертең зиянды болса, осы кісілер жауапты болады. Сол ғана мәселе бұл кісілер. Енді түсінікті бұл. Енді келіспеушілік жоқ деп есептеймін. Бұл жоба бойынша экологиялық нормаларға сай және ауаның ластануына қауіп жоқ. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болды ғой деп есептеймін. Қатысушылардың шешімі қоғамдық тыңдаулар өтті деп санаймыз. Басқа нелеріңіз жоқ болатын болса, онда барлық қатысушыларға рахмет. Осымен жаңа қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Енді сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешімдер қабылданады. Қатысқандарыңызға барлықтарыңызға рахмет.